Сәлем достар, бүгін біз күн жүйесіндегі ең қызықты аспан денелерінің бірі ергежейлі планеталарға шолу жасайтын боламыз. Егер сіз ғарыш әлеміне қызығатын болсаңыз, бұл видео сіз үшін. Онда біз әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Ергежейлі планета бұл күнді тікелей айналып жүретін, массасы өз гравитациясы әсерінен дөңгелек пішінге ие болатын, бірақ күн жүйесіндегі 8 классикалық планета сияқты өз орбитасын толықтай тазалай алмайтын шағын планета массалы дене. Плутон ергежейлі планеталардың үлгісі болып табылады. Ол ондаған жылдар бойы планета ретінде танылып келген, алайда 2006 жылы ергежейлі ұғымы енгізілгеннен кейін жаңа санатта ауыстырылды. Ергежейлі планета геологиялық белсенді бола алады. Бұл болжам 2015 жылы Ceres ғалымдарына ұшырылған Давн миссиясы мен Плутоға жіберілген New Horizons миссиясы арқылы дәлелденді. Сондағы планеталық геологтар бұл денелерге ерекше қызығушылық танытады. Астрономдар кемінде 9 ірі үміткерді ергежейлі планеталар қатарына жатқызуды келіседі. Диаметрі бойынша шамамен былайша реттеледі: Плутон, Эрис, Хаумея, Макемаке, Гваор, Седан. Осылар туралы нақты шешім жоқ, сондықтан ол шекаралық жағдайды ретінде қарастырылады. Бұл ондық ішінде екеуі Плутон мен Серера ғарыш аппараты ұшып барған, ал жетеуінің кем дегенде бірден серігі бір Эрис, Хаумея, Макемаке, Квао, Уорку және Салация. Бұл серіктер олардың массасын және тығыздығын анықтауға мүмкіндік береді. Ал бұл мәліметтер арқылы олардың ішкі құрылымын модельдеу мүмкін болады. Тек седен ғана оған ғарыш аппаратын жіберілмеген және оның серігі де жоқ. Сондықтан оның массасын нақты анықтау қиын. Кейбір астрономдар одан да кіші денелердің ергежейлі планета деп есептейді, бірақ бұл бойынша ортақ пікір жоқ. Ергежейлі планета термині 1990 жылы Алан Стерн енгізді. Ол күн жүйесіндегі планеталық массалы денелердің 3 санатқа бөлуді ұсынды. Классикалық планета, ергежейлі планета, серіктік планета. Бұл идея уругвайлық астрономдар Хулио Анхель Фернандес пен Гонсало Танкреди ұсынған жаңа планета анықтамасына енгізілген және 2006 жылы халықаралық астрономиялық одақ тарапынан қабылданды. Осылайша ергежейлі планеталар күнде айналып жүретін, бірақ толыққанды планета емес, өз алдына жеке санатта жататын денелер ретінде анықталады. Алан Стерн және басқа геологтар оларды әлі де планета деп есептейді. Бірақ 2006 жылдан бастап халықаралық астрономиялық одақ және көптеген астрономдар оларды ресми планеталар қатарына қоспайды. 1801 жылдан бастап астрономдар Серераны және Марс пен Юпитер аралығындағы басқа денелерді ашты. Олар бірнеше онжылдықтар бойы планеталар қатарына жатқызылып келеді. 1851 жылға дейін планеталар саны 23-ке жеткен. Астрономдар бұл кіші денелерге астероид грек тілінен жұлдызға ұқсас деген атау беріп, оларды негізгі планеталардың бөле бастады. 1930 жылы Плутон ашылғаннан кейін астрономдар күн жүйесінде 9 ірі планета және мыңдаған кіші денелер, астероидтар мен кометалар бар деп есептеді. Шамамен 50 жыл бойы Плутон Меркурийден үлкен деп есептелді. Бірақ 1978 жылы Плутонның Харон атты серігі табылған соң, оның нақты массасын анықтауға мүмкіндік туды. Сөйтіп Плутон Меркурийден әлдеқайда кіші екенін белгілі болды. Массасы Меркурийдің шамамен 20-дан 1 бөлігіне тең еді. Дегенмен Плутон астероидтар белдеуіндегі ең ірі дене Церерадан 10 есе ауыр болса да, жердің серігі айдың тек 5-ші бөлігі ғана болады. Бұдан кейін Плутонды планета деп атауды тоқтатқан астрономдар да болды. Субпланета, планетоид сынды терминдері қолданыла бастады. Қазіргі таңда олар ергежейлі планеталар деп танылады. Сонымен қатар астрономдар Плутон тәрізді денелерді әлі де көп табылатынына сенімді болады. Егер Плутон планета ретінде қалса, планета саны тез арта бастайды. 2005 жылы Нептуннан тыс орналасқан және Плутоннан сәл үлкен де есептелген Эрис бастапқы 2003 жылы UV313 деп аталатын ашылды. Кейбіреулері оны бейресми түрде онша планета деп атамады. Бұл мәселе 2006 жылдың тамызында өткен. Сонымен достар, біз ергежейлі планеталардың таңғажайып әлеміне қысқаша шолу жасадық. Егер бейне ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Алда бұдан да қызықты ғарыштық тақырыптар күтіп тұр. Келесі видеода кездескенше достар.